Коронавирус туралы шындық. Неге күннен күнге өлім саны көбеюде? Неге бұл ауру өте үлкен қарқынмен таралуда? Біз қандай ақпаратты білмейміз? Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус ауруы туралы не дейді? Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ең бірінші айтатыны COVID-19 вирусына дайын болыңыздар дейді. Яғни бұл ауру өте үлкен қарқынмен дамып жатыр, көбейіп жатыр. Бұны тоқтату ешкімнің қолынан келмей тұр әзірге. Ең алдымен қандай да бір белгілері байқалатын болса, бірден дәрігерлердің көмегіне жүгіну қажет. COVID-19 вирусы мына адамдарға өте қауіпті. Жасы 60-тан асқан, жүрек қан тамыр аурулары кездесетін, және де тыныс алу жолдарында ауру кездесетін, және диабет ауруымен ауыратын адамдарға өте қауіпті. Өйткені бұл кісілер коронавирус ауруын жұқтырған жағдайда оларды құтқарып қалу өте қиынға түседі, және ауру одан сайын асқынып кетуі мүмкін, өлімге апарып соқтыруы мүмкін. Сондықтан да барынша көп адамдар жиналатын жерден аулақ болу керек. Біздің карантин деп жатырғанымыз осы мәселе үшін. Және де COVID-19 туралы тек сенімді ақпарат көздерінен ғана ақпараттарды ала біліңіздер, және туған туысқандарыңызды жақсылап түсіндіруге тырысыңыздар, және ауырмау үшін, бұл ауруды жұқтырмау үшін барлық жағдайда жасауға тырысу қажет. Және сенімді ақпарат көздерінен, денсаулық сақтау министрлігінен, денсаулық сақтау ұйымдарынан ғана сенімді ақпараттарды алу қажет. Және жалған ақпараттарды таратпау керек. Және де жазылып жатырған адамдарды қаперіңізге алуыңыз қажет. Ең бірінші дәрігерлердің дабыл қағып айтатын нәрсесі қолды жиі жуу керек. Ағынды сумен, сабынмен жақсылап тұрып суды 20 секунд бойы жуу керектігі бүкіл әлеуметтік желілерде таралған. Екінші, қолыңыз лас болмаған жағдайда қолыңызды антисептикалық заттармен немесе құрамында спирті бар нәрселермен қолды жиірек тазартып тұру қажет. Сонымен қатар, егер сізде жоғары температура немесе жөтел болатын болса, көп адамдармен байланысқа түспегеніңіз жөн. Және де қоғамдық орындарда жерге түкірмеу қажет. Түкіру арқылы біз вирусты таратуымыз мүмкін. Сонымен қатар жоғары температура, жөтел, тыныс алуының қиындығы жағдайында міндетті түрде медициналық көмекке жүгіну қажет. Бұл туралы міндетті түрде дәрігерге хабарласу керек. Өзіңізді қоршаған ортадағы вирустардан қол жуу арқылы қорғай аласыз. Егер сіз жөтелген болсаңыз, немесе түшкірген болсаңыз, міндетті түрде қолыңызды жуыңыз. Және ауырып жатырған адамдарға күтім жасаған болсаңыз, міндетті түрде қолыңызды жуыңыз. Тамақ жасауға дейін, тамақ жасап жатқан кезде және тамақ жасап болғаннан кейін міндетті түрде қол жуу керек. Әрине, тамақ ішерден бұрын міндетті түрде қол жуылу керек. Және әрине, туалетке барғаннан кейін міндетті түрде қол жуу керек. Әрине, қолыңыз лас болса міндетті түрде қол жуасыз. Және де жануарлармен, сыртқы нәрселермен айналысқаннан кейін міндетті түрде қол жуылу керек. Өзіңізді қоршаған ортадағы инфекциялардан сақтаңыз. Түшкірген кезде аузыңызды, мұрныңызды жапқаныңыз өте пайдалы болады. Және де бір реттік салфеткаларды пайдаланып, оны далаға тастап емес, арнайы қоқыс жәшігіне тастау керек.